Менде 15 сөз бар. Егер сіз олардың барлығын жақсы білсеңіз, сіздің ағылшын тіліндегі сөздік қорыңыз әлемдегі адамдардың 97%-нан жақсырақ деген сөз. Басқаша айтқанда, сіз ағылшын тіліндегі сөздік қордың мамансыз. Сонымен сіз ағылшын тілінде сөйлейтіндердің ең үздік 3%-на кіресіз деп ойлайсыз ба? Мен сізге бір сөзді көрсетемін, содан кейін 3 вариантын көрсетемін. 3 нұсқасы, соның ең дұрыс вариантын таңдау керек. Шамамен ол интермедиат, аппер интермедиат деген уровеньнен бастап жоғары қарай жылжи береміз. Көрейік, бұл қандай сөздер. Бірінші сөз anticipate, reveal, expect, celebrate. Осылардың қайсысы? Ол expect, яғни күту дегенді білдіреді. The company anticipates an increase in sales during the holiday season. Келесі сөз ол convey, hide, confuse, communicate. Осының ішінде communicate дегенді білдіреді. Ол білдіру, жеткізу деген мағына. The teacher used the pictures to convey the meaning of the new vocabulary. Келесі сөз justify, reject, avoid, explain. Explain, яғни ол ақтау, дәлелдеу деген мағынаны білдіреді. He tried to justify his absence by saying he was feeling unwell. Келесі сөз ол reluctant, excited, confident, unwilling. Яғни ол қалаусыз, қарсылықпен деген мағынаны білдіреді. She was reluctant to speak in front of the large audience. Келесі сөз comprehend, understand, forget, criticize. Ол understand дегенді білдіреді. Ол бір нәрсені жақсы түсінді. It took him a while to comprehend the complex instructions. Келесі сөз persuade, ignore, convince, confuse. Convince, көндіру деген мағынаны білдіреді. She managed to persuade her parents to let her go on the trip. Келесі сөз refrain, repeat, encourage, stop. Stop, тыю, бас тарту деген мағынаны білдіреді. Please refrain from using your phone during the meeting. Significant, temporary, random, important. Маңызды деген мағынаны білдіреді. The discovery of the new species was a significant achievement for the scientists. Contribute, criticize, give, refuse. Ол give деген мағынаға сәйкес келеді, яғни аудармасы үлес қосу дегенді білдіреді. Everyone in the team contributed to the success of the project. Clarify, find out, argue, complicate. Find out, түсіндіру, нақтылау деген мағынаны білдіреді. Could you clarify what you mean by improved performance? Келесі сөз ол value, hope, uncertainty, worse. Worse, құндылық дегенді білдіреді. Cars tend to lose their value over time. Келесі сөз determine, distribute, neglect, identify. Identify, анықтау, белгілеу деген мағынаны білдіреді. The test results will determine whether she needs further treatment. Evaluate, support, assess, invent. Бағалау, сараптау деген мағынаны білдіреді. The teacher asked the students to evaluate the pros and cons of the new policy. Modify,
change, destroy, reject. Change. Өзгерту, түзету деген мағынаны білдіреді. The architect had to modify the design to meet the client's requirements. Келесі соңғы сөз sustain. Weaken, support, finish. Support. Қолдау дегенді білдіреді. Runners need to sustain their energy in order to finish a marathon. Сіздің нәтижеңіз қандай болса да, сіз өзіңізді мақтан тұтуыңыз керек. Өйткені сіз ағылшын тіліңізді жақсарту үшін жұмыс істеп жатырсыз, және бұл ең маңыздысы. Ағылшын тілін үйренуге арналған видеоларды көбірек көру үшін тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көріскенше.